Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін біз Қарағанды қаласындағы автокөлік базарына келіп тұрмыз. Бұл жердегі көліктердің бағаларын қазір сіздерге көрсететін боламын. Және де достар, видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, және видеоның астына өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Ал ендеше достар, көп созбай видеоны бастаймыз. Кеттік онда. Ал ендеше достар, көріп тұрғандарыңыздай көлік базарындағы ең алғашқы көлігіміз бізде Hyundai Accent. Бұл көлікке иесі 4 миллион 400 мың теңге сұрап тұр екен. Шығарылған уақыты 2015 жылғы көлік екен. Қозғалтқыш көлемі бұл көліктің 1/6. Енді бұл жерде иелері қанша шақырым жүрілгенін жазылмапты, бұл жерде жазбапты. Келесі көлікке тоқтасақ, бізде бұл көлік Audi C4 1992 жылғы көлік екен бұл көлік. Қозғалтқыш көлемі 2/8, бағасы 1 миллион 600 мың. Бұл көліктің бағасы. Келесі көлік көріп тұрғандарыңыздай Opel Mokka дейді. Турбо қозғалтқышы. Және де бұл көліктің қозғалтқышы 1/4 механика екен. Полный привод дейді. Және де жүрілген шақырымы 68 мың шақырым жүрілген екен бұл көлікпен. Бағасы 4 миллион 300 мың теңге. Көлік былайша жаман емес, жақсы ұсталған екен. Бізде келесі көлік Renault көлігі. Бұл көлік бізде 2014 жылғы шыққан көлік. Бағасы 3 миллион 400 мың. Бұл көліктің де жүрген шақырымы жазылмапты. Механика бұл көлік. Renault деген көлік. Келесі көлікке бара берейік. Бізде келесі көлік Mazda көлігі. Бағасы 2 миллион 850 мың. Механика дейді. 2000 жылғы көлік екен бұл көлік. Жасыл түсті көлік екен өзі. Көріп тұрғандарыңыздай Mazda MPV деген көлік екен. Келесі көлік бізде көріп тұрсаңыздар Hyundai көлігі. Hyundai. Есі бұл кезде толық жазбапты. 2011 жылғы шыққан көлік екен. Қозғалтқыш көлемі 1/6 дейді қозғалтқышы. Hyundai Solaris. Келесі көлік бізде Sanyong Action Sport дейді. Бұл көлік 2012 жылғы көлік екен. Қозғалтқыш көлемі 2/3. Механика дейді. 3 миллион 950 мың теңге екен бұл көлік. Көріп тұрсаңыздар. Камера бәрі бар екен, алды артыда камерасы бар екен. Жақсы. Келесі көлік сонымен тоқтала кетсек, бізде Chevrolet Cruze деген көлік. Chevrolet Cruze. Бұл көлік 2013 жылғы көлік. Қозғалтқышы 1/6, механика. Механика көлік. Білмеймін, бұл кезде иесі көліктің неге бағасын жазбағаны белгісіз. Келесі көлік бізде Mitsubishi 200L деген көлік. 2014 жылғы дизель турбо. Қозғалтқышы 2/3 турбо. Жүрілген шақырымы 128 мың шақырым жүрілген екен. Механика. Бағасы 7 миллион 300 мың теңге. Жақсы. Келесі көлік бізде Hyundai Accent. Тағы да бір Hyundai Accent. 2014 жылғы көлік екен. Қозғалтқыш көлемі 1/6. Автомат дейді. Бұл көліктің бағасы жазылмапты. Неге екенін білмедім. Камера артында да, алдында да камера. Кеттік.
Келесі көлік бізде Volkswagen Passat 94 жылғы көлік екен. Бұл көлік қозғалтқыш көлемі 2, бағасы 1.530.000 теңге. Осындай көлік. Келесі көлікке көссек, бізде Lada Priora. Бұл көліктің несі? Бұл көлікке 2.650.000 теңге сұрап тұр екен. Люкс дейді. 2015 жылғы жүрген шақырымдары жазылмаған. Көп көліктің көріп тұрғандарыңыздай. Келесі көлікке тоқсасақ, Mercedes-Benz дейді ғой. Mercedes-Benz. Бұл көлікті көрейік. Mercedes-Benz E220 дейді. 95 жылғы көлік екен. Қозғалтқыш көлемі 2, бағасы 1.580.000 дейді ғой. Бұл көліктің бағасы. Жақсы. Келесі көлік. Lexus көлігі бізде. 2004 жылғы көлік екен бұл көлік. Қозғалтқыш көлемі 3, бағасы 4.780.000 теңге дейді. Толық жабдықталған көлік дейді. Жүрген шақырымдары бірақ жазылмаған бұл көліктерді. Іші жақсы екен, көліктің жақсы ұсталған екен. Келесі көлік бізде Lexus RX 350. Бұл көліктің иесі бізге сұрап тұр екен. Бағасы 7.200.000 теңге дейді бұл көлікке. 2007 жылғы шыққан көлік, қозғалтқышы 3.5 дейді. Бұл да толық жабдықталған көлік екен. Жаққа барайық. Енді көлік бізде Audi 80. 92 жылғы көлік екен бұл көлік. 1.690.000 теңге екен. Көлік. Жүрген шақырым жазылмаған. Енді бірақ көлік жақсы, былай қарап отырсан. Краскасы бәрі жақсы істелген. Айнасында сәл трещиналары бар екен, жарылған екен. Келесі көлік біздің көлік осы жердегі ең қымбат көлік секілді бұл көлік. Toyota Land Cruiser дейді ғой, бұл көлікті. Toyota Land Cruiser бізде Крузак 2007 жылғы көлік екен. Бұл көлік бағасы 11 миллион теңге дейді. Қозғалтқыш көлемі 4.7 дейді бұл көліктің иесі. Осы жердегі ең қымбат көлік осы секілді бұл. Ал ендеше достар, бүгінгі автокөлік базарындағы автокөліктердің бағалары осындай болды. Қай көлік сіздерге қатты ұнады, соны видеоның астына жаза кетіңіздер. Және де видеоның астына лайк басып, арнаға тіркелмесеңіздер тіркеліп, және де осы видеоның астына өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Сау саламатта болыңыздар достар.